Саламатсыздар ма? Духовкасыз газда тез дайындалатын пирог жасаймыз. Ол үшін бізге 2 банан керек. Так, бананымызды ортасынан кесеміз. Kabağını açıp alamız. Sırtını açayız. Kavurumuz kolu. Şimdi. Sırt. Şöyle dedi o kiyum tuzlu tette desi tette diyor gerekti. Осылай банандарды дайындаламыз. Қызған табамызға 50 грамм сливочный май саламыз. Майымызды жақсылап ерітеміз. Сковородкамызға комментарий жазбай ақ қойыңыздар. Бұл ең жақсы сковородка деген. Қызған майымызға 1 столовый ложка қант саламыз. Қантымыз осылай ерігенше қыздырамыз осылай. Қуырылған қант сияқты болып көрген тәтті қант баяғы бала кезіміздегі. Да? Не olur па? Қызған қантымызға бананды саламыз. Так, если сковородкаларыңыз үлкен болса, тағы да 1-2 банан қоссаңыздар болады. Және осылай 5 минут осы сиропты қуырып, сосын газдан алып салқындатамыз. 2-3 минутта жетіп қалуы мүмкін. Енді біз пирогымызға тестосын дайындап аламыз. Ол үшін бізге жұмыртқа керек. 2. Bir жұмыртқа ғана болса, елімізде бір жұмыртқадан бес. Сковородкаға байланысты. Аха, біздің сковородкамыз сәл үлкендеу болып тұр. Сондықтан біз кішкене көбейтіп жатырмыз. Көбейтіп жатырмыз деп әждер. Оған 50 грамм қант саламыз. Сол жасаңыз барлар. Әркім тәтті жақсы көретін болсаңыздар, қантын көбірек қосыңыздар. Болмаса азырақ қосыңыздар. Жақсылап араластырып, қантымыз ерігеннен кейін 100 миллилитр. 100 грамм 1 стакан сүт қосамыз үшін. Сонымен ашыға керек. Олайша ерігенше ситады, мақтасаң одан жоқ. Ситадан өткен ұнымыз. Кішкен бетіне какао. Мен оны Бір кісілердің өте несінен. 1 чайный ложка қосамыз. Араластырғаннан кейін 2 ас қасық какао қосамыз. Так, 1, 2. Араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Жай араластырмаймыз, жақсылап. Какаоны шашылып кетпес үшін осылай бірінші ұнға батырып аламыз дұрыстап. Так, тестамыздың ішіне 50 мл, яғни 2 ас қасық май құямыз. Жаңа тестаны байғырайым, что-то бірден дұрыс емес, сөйтсе май жылдың өтпейтін. Тестаның консистенциясы міне дәл осындай болу керек. Отымыздың астын қосып, дайын болған тестамызды бананның бетіне құямыз.
Так, тестамызды түзулеп жайып, отымыздың астына ақырын басып, бетін жауып 20 минутқа қоямыз. 20 минуттан кейін беті мынандай қату керек. Так, тарелкаларымыздың бәрі дұрыс болмады. Сол үшін біз керісінше аударып 5 минутқа қоюымыз керек тағы да. Мен мантоварканың крышкасын алдым. Мантоварканың крышкасын қойып. Так, пирогымызды аударып алдық. Енді келесі жағын Сковородкаға түсіреміз. сковородкаға түсіріп 5 минут тағы да пісіреміз. Солай көкем. Оп. Мен жабысқан жоқ, ішіне алған жоқ. Енді баяу отты тағы да 5 минутқа ғана қоямыз. Керемет. 5 минут келесі жағынан пісіріп алдық. Енді пирогымызды түсіреміз тарелкаға. Пирогымызды түсіреміз. Пирогымызды түсіреміз. Ал пирогымыз дайын. Енді қазір дәмін көреміз. Ал пирогымызды кесеміз. Дәмін көрейік. Иісі енді бүкіл үйді алып, прям күшті. Какао ұнатпасаңыз, какао қоспасаңыздар да болады. Но какаомен вообще вкуснее. Газды өшіргеннен кейін 15-20 минуттай суытып қоя тұрғандарыңыз дұрыс. Ал, бисмилlah, дәмін көрейік. Ал, бисмилlah. Ойлап тұр едім, өзі жемеген әйеліне беремін. Күшті ме дәмі? Дәмі масқа. Күшті екен. Күшті ғой, алдында пирогтан да дәмі. Күшті екен. Астарыңыз дәмді болсын, біз шай ішеміз. Газда піскен пирогымыз дайын. Обязательно үйде жасап көріңіздер. Тез дайындалады. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға қосылып, лайк басып, комментарий жазамыз. Сау болыңыздар.